көмегі жекешелендірілген немесе мемлекеттік тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үйді ұстауға жұмсалатын шығындар, коммуналдық қызметтер және байланыс шығындары, әкімдік жеке тұрғын үй қорынан алынған үйдің жалдау төлемдері және электр энергиясының бірфазалық есептеуішінің құны. Аз ғана табысы бар және оның едәуір бөлігін коммуналдық төлемдерге жұмсаған отбасылар, Қазақстан азаматтары мемлекет тарапынан аталған көмекті алуға құқылы. Тұрғын үй көмегін қалай алуға болады? Ол үшін қандай құжаттар жинау керек және қандай өтемақы күтуге болады? Бұл сұрақтарға Сәтбаев қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бас маманы Индира Абжан жауап берді. Сәтбаев қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бөлімі Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 30 желтоқсанында тұрғын үй көмегін көрсету ережесіне сәйкес тұрғын үй көмегін аз қамтылған отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі отбасыларға коммуналды төлем бойынша жергілікті бюджеттен көмек көрсетіледі. Яғни тұрғын үй көмегін бізде кім ала алады? Тұрғын үй көмегін Сәтбаев қаласында тұратын, осы тұрған үйінде тіркелген, тұрмыс деңгейі төмен аз қамтылған отбасылар, жалғызбасты мүгедектері бар отбасылар, сонымен қатар ең төменгі зейнетақы алатын зейнеткерлер ала алады. Тұрғын үй көмегін көрсету мөлшері уәкілетті органмен тұрғын үй көмегін алуға өтініш білдірген отбасының жиынтық табысымен есептеледі. Тұрғын үй көмегін қаржыландыру тиісті жергілікті бюджеттен жүргізіледі бізде. Тұрғын үй көмегі, яғни белгіленген нормалар шегіндегі шекті жол берілетін отбасының шығыстар үлесімен және жиынтық табысының зейнеткерлерге 10%, аз қамтылған отбасылар мен мүгедектерге 7%-ын құрайды. Өтініш берушінің жеке басын куәландыратын куәлік. Одан кейін екінші отбасы табысын анықтайтын жұмыстан анықтама немесе жұмыссыз ретінде табылатын анықтама алу керек. Үшіншісі банк шоты болады. Төртіншісі жаңағы тұрғын үйді күтіп ұстауға арналған ай сайынғы коммуналды шоттар кіреді. Отбасының азаматтың жиынтық табысын есептеу кезінде, есеп айырысу кезеңінде Қазақстан Республикасында және шетелде алынған барлық кірістер түрлері ескеріледі. Жалақы, әлеуметтік төлемдер түрінде алынған кірістер, Қазақстан Республикасының неке, ерлі-зайыптылық және отбасы туралы 2011 жылғы 26 желтоқсандағы кодексінде көрсетілген балаларға және адамдарға алимент түріндегі кірістер, жеке қосалқы шаруашылықтардан түсетін кірістер, үй шаруашылығы, оның ішінде мал мен құсты ұстау, бау-бақша өсіру, кәсіпкерлік қызметтен алынған кірістер, жылжымайтын мүлік пен көлік құралдарын жалға беру және сатудан түскен кірістер, бағалы қағаздардан түсетін кірістер, қайырымдылық түрінде алынған кірістер, жылжымайтын мүлікті, көлік құралдарын және басқа мүлікті мұраға алу, тегін алынған ақша түріндегі табыс, ақшалай салымдар мен салымдар бойынша сыйақы процент түріндегі кірістер, жарыстардағы, олимпиадалардағы, фестивальдердегі, лотереялардағы, ұтыс ойындарындағы, оның ішінде депозиттер мен қарыздық бағалы қағаздардағы заттай ұтыстар және немесе ақшалай түрдегі кірістер, барлық отбасы мүшелерінің кірістері 90-ның алдындағы 90-ға жазылады. Яғни өтініш беруші электронды цифрлық қолтаңбасымен ЕГОВ порталына тіркеледі. ЕГОВ порталына іздеуден тұрғын үй көмегін тағайындау қызметін тауып алып, соған өзі жайлы мәліметтерді тіркейді. Одан кейін банк шотын тіркейді. Сонымен қатар отбасының табысын растайтын құжаттарды, үйдің шығындарын, барлығын скан көшірмесін қоса жүктеп, сұранымын растайды. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 2011 жылдың 17 шілдесінен 246 нөмірімен бекітілген. Қазақстан Республикасы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек заңнамасына сәйкес және де
2015 жылдың 5 мамырындағы 320 нөмірмен бекітілген мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және төлеу кепілдік берілген әлеуметтік топтаманы ұсыну қағидаларына сәйкес тағайындалады. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек жан басына шаққанда отбасының табыс көзі кедейшілік шегінен аспаған жағдайда тағайындалады. Кедейшілік шегі бұл атаулы әлеуметтік көмектің мөлшерін анықтау үшін критерий ретінде белгіленетін бір адамның ең төменгі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті табыстардың шегі. Қарағанды облысы бойынша кедейшілік шегі бүгінгі таңда 26.926 теңгені құрайды. Атаулы әлеуметтік көмекте табыс көзі болып, бізде Қазақстан Республикасы бойынша табылатын табыс көзінің барлығы табыс ретінде есептеледі. Тек қана табыс болып есептелмейтін біздің атаулы әлеуметтік көмектің өзі есептелмейді, тұрғын үй көмегі есептелмейді. 16 жасқа дейін мүгедек балаға төленетін жәрдемақы есептелмейді. Бірінші, екінші, үшінші топтағы 16-дан 18 жас аралығындағы мүгедек балаларға берілетін көмек есептелмейді. Және де алтын алқа, күміс алқа, батыр ана атанған аналардың жәрдемақылары есептелмейді, стипендия есептелмейді. Және де бір реттік төленетін барлық жәрдемақылар есептелмейді табыс ретінде болып. Жеке куәлік тек сәйкестендіру үшін ғана қажет болады. Егер де ақпараттық жүйеде толық ақпараттар болмаған жағдайда өтініш беруші өзі ұсына алады, немесе ұсыналмаған жағдайда құзырлы органдарға сұраныс ретінде өзіміз шығамыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы заңына сәйкес төмендегілердің әлеуметтік атаулы көмек алуға құқығы жоқ. Табысы аз болып табылмайтын адамдарға, отбасыларға, еңбекке қабілетті мүшесі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына қатысудан бас тартқан отбасыға, жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына қатысудан бас тартқан күннен бастап 6 ай бойы. Алушының кінәсі бойынша бұрын жасалған әлеуметтік келісім шарт бұзылған және немесе әлеуметтік келісім шартта көзделген міндеттемелер орындалмаған жағдайларда адамға, отбасыға атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауға өтініш жасаудың алдындағы 6 ай бойы. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындау үшін көрінеу, жалған мәліметтер және немесе анық емес құжаттар берген адамдарға, отбасыларға оларды ұсынған күннен бастап 6 ай бойы. Материалдық жағдайын зерттеп қарау нәтижелері бойынша дайындалған учаскелік комиссияның қорытындысына сәйкес атаулы әлеуметтік көмек беруге мұқтаж емес адамдарға, отбасыларға тағайындалмайды. Мемлекеттік әлеуметтік атаулы көмек туралы заңына сәйкес бір адамға немесе отбасына атаулы әлеуметтік көмек мөлшерін отбасының әрбір мүшесі есебінен орташа жан басына шаққандағы табыс және облыстарда белгіленген кедейлік шегі арасындағы айырмасы түрінде уәкілетті орган есептейді. Отбасының құрамы және табыстар өзгерген жағдайда тағайындалған атаулы әлеуметтік көмектің мөлшері қайтадан есептеледі. Ал өтініш беруші 10 жұмыс күні ішінде уәкілетті органға атаулы әлеуметтік көмектің мөлшерін өзгерту үшін негіз болуы мүмкін мән-жайлар туралы хабарлауға міндетті.